Сәлеметсіздер ме әріптестер, назарларыңызға методикадан тест нұсқаларын ұсынамын. Баланың өмірлік жолын айқындайды. Әлеуметтік орта, мемлекет саясаты, қоғамдағы жағдай. Тағы да осы сұрақ: баланың өмірлік жолын айқындайды. Отбасының жағдайы, ата-анасының кәсіптері, ата-ананың материалдық жағдайы. Келесі сұрақ: баланың өз әрекетінің мән мағынасын түсінбей ересектерге еліктеуі имитация деп аталады. Келесі: баланы өз ықтиярымен оқыту бұл педагогикалық жаңашылдықтың идеясы. Келесі: баланың сезімі мен эмоциясының айқындылығын көрсететін тұлғалық бағыт-бағдар ерекшелігі, қарқындылығы. Алтыншы: баланы оқыту сыртқы реттеу, өзіндік реттеу, ілгерілеу үрдісінің авторы Монтессори. Жетінші: балалар тұлғасының рухани байлығы, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының міндетті шарты болып табылатын принцип ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. Сегізінші: балалар ұжымы технологиясын қамтиды. Макаренко бойынша қос ықпал ету, перспективалар қою, дәстүрлер қалыптастыру. Тоғызыншы: балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттерін, сапаларына көңіл бөлген ғалымдар Успанов, Хмель, Сластелин. Оныншы: бастаған ісіңді аяғына дейін жеткіз, өз іс-әрекетіңді жоспарла. Бұл ереже қай принципке жатады? Жүйелілік. 11. белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий жаңашылдық. Қазақ тілді контенттің дамуына үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп кетіңіз. Инстаграмдағы парақшамда пайдалы ақпараттармен бөлісемін. 12. берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән? Мұғалім: Асқар, ережені жақсы айттыңыз, енді мысал келтіре аласыз ба? Сынақтан өткізу. 13. бұл үрдіс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесін қадағалау қабілетін дамытады. Метатану. Келесі: баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарының болжамды шынайы әсерлерінің әсерлерін көрсету үшін қолданылады. Модельдеу. Келесі: баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжауы, шынайылық. Модельдеу. Келесі: біліктілік дәрежесін анықтауды көздейтін бағалау мақсаты, стандарттарды бақылау және орындау. Келесі: білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау, оқу үшін бағалау деп аталады. Келесі: бір өлшемге сәйкес келетін, балаларды ерте жастан бастап ерекше қабілеттермен ұзақ уақытқа шоғырландыра алуымен ерекшеленетін оқушы өлшемі, шоғырлану. Білімді игеруде қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау әдісі, механикалық есте сақтау. Блек пен Уильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданылған. Осы метафораның идеясы оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңіз.